Баршаңызға сәлем. Бүгін духовкаде тауық етімен тағам жасаймыз. Ол үшін бізге тауық еті, картоп, пияз, сәбіз, тұз, приправа және кетчуп, майонез қажет болады. Мен өзім приправа қосып жасағанды ұнатамын. Омеганың приправа для гриля деген қолданамын. Енді етті майдалап турап аламыз. Видеода көрсетілгендей. Видеода көргендеріңіздей мінекей 4 бүріштеп осылай майдалап турап аламыз. Ары қарай сәбізімізді ірілеу қылып, домалақ қылып тураймыз. Пиязымызды аламыз да, оны да солонка етіп турап, сәбіздің үстіне саламыз. Және видеода көрсетілгендей картопты аламыз да 4-ке бөлеміз. Ірі-ірі қылып туралған картопты тостаққа саламыз. Дәмді болу үшін сарымсақты қоссақ болады. Майдалап 4 бүріштеп турап саламыз. Ары қарай дәміне қарай 1,5 чайный ложка тұз салдым. Ары қарай приправа для гриля деген қостым. 1 чайный ложкадей. Және видеода көрсетілгендей кетчуп қосасыздар. Менің кетчупым 3 желанянка. Кез келген кетчуп бола береді. Менде 3 желанияның майонезі 1 ас қасықтай қосамыз. Табамызды әдемілеп майлап аламыз, асты жабысып қалмау үшін. Видеода көргендеріңіздей барлығын қолмен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін енді табамызға аударамыз. Мінекей түрі осындай болады. Алдын ала духовкамызды 180 градусқа 45 минутқа қойып қоямыз. Асып тұрған духовкамызге осы тағамымызды саламыз. Мінекей 40-45 минутымыз өтті, тамағымыз пісті. Иісі деген бүкіл бөлмені алып тұр. Осындай қып-қызыл әдемі болып піседі. Сіздерге ас болсын. Менің оңай рецептерім ұнаған болса, менің каналымнан басқа да рецептерді көре аласыздар. Тіркеліп лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздермен Есеналы қызы Меруерт.